Hamid Official. Hamid Official. Hamid. Месси жеңіп алған әлем кубогы подделка, яғни жасанды болып шықты. Достар, 2022 жылы Қатарда өткен әлем чемпионатының финалында Аргентина құрамасы Франциядан басым түсіп чемпиондық кубокқа ие болғаны баршамызға мәлім. Марапаттау сәтінде Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси чемпиондық кубокты көкке көтеріп, миллиондаған көрерменнің қошеметіне ие болған еді. Алайда алтын жалатылған қымбат материалдан жасалыну керек болған кубок жасанды болып шықты. Оған себеп аргентиналық футбол жанкүйерлері кубоктың жасан түрін алдын ала жасап қойған. Егерде олар жеңсе, футболшылар қолтаңбасын қалдырады деген ниетте жасаған әрине. Бір қызығы, осы жасанды кубок ойламаған жерден финалдық ойында түпнұсқаның орнына марапаттау рәсіміне қойылған. Месси командасымен кубокты салтанатты түрде алып, сүйіп суретке түскеннен кейін де ешкім байқамаған. Себебі жасанды болса да түп нұсқадан айнымайды екен. Айтпақшы, осы кубокпен түскен Мессидің фотосы Инстаграмда 75 миллион лайк жинап үлгерді. Бұл рекордтық жағдай. Достар, YouTube арнамызда қысқаша ақпараттарға шолу жасауды жалғастырамыз. Сондықтан арнаға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид. Мәтінді оқыған Құнза Елекеева. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.